О, қалайсыңдар жігіттер? Видеоға қош келдіңдер. Жігіттер, сендерде бір жағдай болды ма, когда вроде бы сендер қызбен әдемі сөйлесіп келе жатасыңдар да, и вдруг ол қызда да сенде де айтатын әңгімелерің таусылып қалады да, екеулерінің орталарынан бір түрлі бір тыныштық орнығып қалады. Егер де сондай жағдай болып жатса, онда бүгінгі видеода мен сендерге ондай жағдайға тап болмас үшін қызбен ғана емес, вообще кез келген адаммен әңгіме құрып жіберетіндей 3 маңызды тақырыбымды ұсынамын. Егер де дайын болсаңдар, давайте бастайық. Нөмір бірінші, бұл қыздан кеңес сұрап көр. Адамдардан кеңес сұрау өте мощный прием болып саналады. Себебі сен олардан кеңес сұрасаң, олар өздерін маңызды сезінеді. Ал неғұрлым олар өзін маңызды сезінсе, соғұрлым сен оларға жағымды әңгіме айтатын адамға айналасың. Мен сендерге айтайын, қандай 3 тақырыпқа адамдардан кеңес сұрай беруге болады. Нөмір бірінші, бұл қарым-қатынас, яғни отношения. Екіншісі, ол сенің денсаулығың. Үшіншісі, это сенің карьераң туралы. Мысалға, нөмір бірінші, қарым-қатынасты алатын болсақ, ол в основном жігіттерге бұндай сұрақты қойсан, олар өте бұл тақырыпқа сөйлесе бергенді қалай береді. Мысалға, сен айтасың, брат, маған сенің кеңесің керек болып тұр еді деген сияқты. Ол айтады, айта бер дейді. Соны сен айтасың, мен уже бір қызбен бірге достасып жүріп жүргенімізге 1 айдай болып қалды. И где-то осыдан бір 2 күн бұрын ғана, когда біз екеуміз кафеде отырдық қой, біздің по счету где-то 3-ші свиданиямыз болған. Сол кезде тура мен онымен сөйлесіп отырған кезде оған телефонына оның бұрынғы жігіті келіп звондап қалады ғой. И сонда ана қыз тұрады да, енді ұялады менен, бірақ сонда да алаттан көтереді де, онымен келіп сөйлесе кетеді ғой. И мен сол кезде оған қарап тұрдым да, бір жағынан қарапсың, не істерімді білмей де қалдым. Сол қалай ойлайсың, не істеген дұрыс еді, сен менің орнымда болсаң не істер едің? Ана қызға алып, қой болды, оны ұмыт деп па, или вообще ол қыздың өзінен құтылған дұрыс па, айтшы маған, соны не істеген дұрыс, басым айналып жүр деген сияқты. жігіттерден кеңес сұрасам, ол әрдайым өтетін тақырып. Нөмір екінші, мысалға қыздармен қарастыратын болсаң, сен олардан карьера туралы сұрасаң болады. Яғни былай. Мен бар ғой, уже бір компанияда жұмыс істеп жүргенде где-то 1,5 жылдай болып қалды. И вроде бы маған өз жұмысымды айтты, но мен хочется как-то бір қызықтырақ басқа жұмысты іздестіріп жүрген едім. И вдруг маған приглашение келді. Главный энергетик бол деген сияқты басқа бір жұмыстан приглашение келіп тұр. Ол жақта мен мықтырақ ответственности көбірек жұмыс болады, потому что қол астында 17 адамдай жұмыс істейін деп тұр. И зарплатасы да соответственно где-то 700 мыңдай болайын деп тұр. Ал қазір мен небәрі 300 мың теңге ғана аламын деген сияқты. Өстіп қыздан сұрап жүрсем, қалай ойлайсың, мен ана жақ жұмысқа ауысқаным дұрыс па, әлде осы жақта қалай берейін ба деген сияқты. Осыны сұраған кезде қыздар болса, олар ойланып қалады. Ну, бір жағынан дұрыс деген сияқты сөйтіп өзінің кеңестерін айтады ғой. Сол кезде сен айтасың, рахмет, саған кеңесім өте жақсы екен деген сияқты. Ал вообще сен өзінің өмірінде осындайда бір жағдайлар туындады ма деген сияқты сұрайсың. Сол кезде ол келіп саған өзінің өмірінен айтады, иә, менде де осындай бір жұмыс болып еді, сол кезде маған мынандай неме келген деген сияқты өзінің жағдайын айтады. Сол кезде сен келіп оның жағдайына қарап, өзінің бір комментарийларын қосып, сөйтіп целый 10-15 минуттық әңгіме соға беруге болады бұл жағдайдан. Үшіншісі, денсаулыққа келсең, оны кез келген адамды сұрайса болады. Аласын айтасың. Ана қызға айтасың, мен сенен бір кеңес сұрайыншы. Менің бар ғой бір томпақ досым бар еді. И мен оны, арықтатқым келіп жүрді, и ол менен сұраған, қалай арықтаса болады деп. Мен одан сұрадым. Мен оған айттым, сен тренировка жасай бер де, и тек қана су іше бер. Чисто водный диета деген бар ғой, суған отырып ал да, где-то 3 күн дейме, 2 күнде тек қана су ішіп, тамақ жемей, тек қана су ішіп тренировка орай бер деп айттым. Қалай ойлайсың, ол дұрыс па вообще? Енді әлде мен слишком етіп адамды жесткий сушкаға отырғызып тастаған дұрыс емес деп санайсың ба деген сияқты. Қыздан сөйтіп айтсам болады. Соның арқасында қыз уже өзінің вариантын айта бастайды. Сол кезде сен айтасың, иә, дұрыс, может, онда осылай істеген дұрыс шығар, соның арқасында оның фигурасы тоже сен сияқты әдемі болады деген сияқты өтірік оған да комплимент айтып қоя саласың. Нөмір екінші, бұл қызға осы демалыстарда сен өзің не істейін деп жатқаныңды айта кету. Қалжыңдаймын, мен оны айтушы болман да. Нөмір екінші, бұл айналаңды зерттей кету. Допустим, сен қызбен бірге бір свиданияда отырсың, оған уже не айтарыңды білмей жатсың. Осындай кездерде саған кішкене болсын терең демалып, өзінің қоршаған ортаны дұрыстап зер салып, оны зерттеп, былай деп айтқаның дұрыс. Жаным, анау тұрған әдемі жап-жарық жұлдызды көріп тұрсың ба? Иә, көріп тұрмын. Оны негізі мен сен үшін жап-жарық қылдым. Жарайды, ал анау тұрған әдемі тып-тынық мұхитын көріп тұрсың ба? Жоқ. Мен де көріп тұрған жоқпын.
ойнап айтамын жігіттер, ол ойнан істемей қойыңдар. Айналаны зерттеу дегеніміз, яғни мысалы сен қызбен бірге екеуің паркта отырсыңдар, иә? И сол кезде сен айтатын әңгімен таусылса, онда сен құр ғана қарап, ана жақта келе жатқан жігітті көріп айта аласың. Қараш, ана келе жатқан жігіттің киіну стиліне қарап сен не айта аласың? Ол өзіне деген сенімді ма? Оның жасы қаншада екен? Немесе ол женатый ма, әлде холостой ма, немесе ол қанша ақша табады деген сияқты қызынан одан уже сұрай берсең болады. Или, например, сендер бір клубта отырсаңдар, онда айтуына болады. Қараш, ана жақта тұрған парочка бар ғой, қалай ойлайсың, олар ең бірінші свиданиеда отыр ма, әлде уже бірнеше рет танысып екен деген сияқты. А потом можно дальше сен ана жігіттің не айтып жатқанын ауызбен келтіріп, ана қызын, сен ана бір қыздың не айтып жатқанын сөйтіп екеулерін как будто бір ойын жасап жүрсеңдер болады да, қызықты болады. Сонда сендердің кішкене свиданияларын разнообразие кіретін болады. Нөмір 3-ші және де ең соңғы ол дегеніміз, хотя оны бар ғой, қазір мен Әлтайыр бауырым сендерге өз-ақ түсіндіріп айтып беретін болады. Бірақ біріншіден давайте екеуміз барып қазір кішкене тренировка ұрып қайтайық. Some different plans, it's broken by design, and I left all of my friends. I wish that I was fine, but the pain, it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in, and I feel so lost, and I feel so down. No, this pain won't stop, with my face up on the ground, and I wish I could drop, and just make myself drown, in the life that is not. Yeah, you always let me down. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Нөмірі 3-ші және де соңғы кеңес ол қызықты оқиғаны айта білу. Әрине, көбісі ол қызықты оқиға айтудан қиналады. Бірақ саған ол жерде керек емес, қызға кеп мен джунглида мамонтты өлтірдім, не болмаса тауға секірдім, Эверестті бағындырдым деген секілді. Жоқ, олай керек емес. Тек қана өзінің шынайы өміріндегі оқиғаларды айта беру керек. Мысалы, жаздың ыстық күндері мен болса, помню, өте ыстық болғандықтан мен суға қатты түскім келетін. Сол суға түсу барысында қарасам, анау көршілерім өздерінің каркасының бассейндарын құрып қойыпты. Мен соларға қарап қызығып отыратын. Сол бір түні сағат түнгі 12-де олар бір жолға шығып кетті. Қарасам бассейндары пустой тұр. Мен содан кейін олардың заборларына барып, ана бассейнға барып түстім. Мен сондай жындымын. Одан кейін осы бассейндарына түсіп кайфовать етіп отырған кезде, бір кезде ит кеп маған үре бастап, маған мені қуалай кетті. Одан кейін мен шошығаннан ана бассейннен тез атып шықтым да, сол кезде жүгіріп бара жатқан кезде плавкиім түсіп қала жаздады, соны мен тез көтеріп, еще ана жерде 2 алма тұрған, күшті сочный. Соған барып 2 алмасын жұлып алып кеттім де, забордан секіріп үлгердім. Одан кейін сол алмамды жеп, марқайып отырдым. Ал, бәрекелді достым, оқиған күшті болды маған. Егер де сендерге осы бүгінгі видеода берген 3 тақырыбымыз ұнаса, онда міндетті түрде оны өз өмірлерінде қолданыңдар. Ал егер де сендерге видео ұнаса, онда әдеттегідей лайк қойып, каналға подписка жасап, және де тілейтін сол ғана жақсы жұмыс істеңдер, денсаулықтарың зор болсын, сау болыңдар. Тоқта. Және де өздеріне деген сенімдерінде жоғалтпаңдар. Әрине.